Қарағанды индустриалды университеті 60 жылдық мерейтой аясында Максим Танк атындағы Беларусь мемлекеттік педагогикалық университеті мен құзыреттілікті дамыту бойынша өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Ирина Владимировна біздің оқытушыларымызды заманауи цифрлық инновациялық білім беру негіздеріне оқыту бойынша бірнеше ірі іс-шаралар өткізді. Бұл үлкен жұмыстың басы. Бұл орталықта жеке басқарушылық құзыреттерді дамыту бойынша басқа да жұмыстар жүргізілетін болады. Біз Беларусь мемлекеттік педагогикалық университетінің әріптестерімен тығыз ынтымақтастықта боламыз деп үміттенеміз. Екі жақты келісім аясында Беларусь мамандары қаламыздағы жоғары оқу орнының профессорлық оқытушылық құрамы үшін қарқынды білім беру технологиялары бойынша біліктілікті арттыру бағдарламасын дайындады. Бұл оқытушылар үшін өте маңызды, өйткені техникалық профиль университетінде оқытушылардың дидактикалық қабілеттерін дамыту басым міндеттердің бірі болып табылады. Көбінесе олар оқытылуы қажет деректер мазмұнын жақсы біледі, бірақ сонымен бірге педагогикада дамып келе жатқан заманауи әдістер, технологиялар мүлде маңызды емес болуы мүмкін, немесе біз оларды әрқашан жөнді қолдана алмаймыз. Сондықтан біліктілікті арттыру бағдарламасы білім беру процесін ұйымдастырудың әдістерін меңгеруде өзінің кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыруға бағытталған. 72 сағатқа есептелген оқыту бағдарламасы күндізгі қашықтық форматта өткізілді. Нәтижесінде университеттің 30 оқытушысы мемлекеттік үлгідегі біліктілікті арттыру туралы куәлігіне ие болды. Шұғыла Баймұхан, Кристина Кириченко, Андрей Майорка, Теміртау жаңалықтары.